Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Бүгінгі видеода асқабақ дәнінің бұрын соңды естіп білмеген емдік қасиеттерін білетін боласыз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Сіз естіп білмеген ақпарат болады деп сенемін. Достар, қазақша арнаға қолдау білдіріңіздер. Арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Асқабақ дәні қандай мақсатта қолданылады? Оның құрамында қандай дәрумендер бар? Осы сұрақтардың жауабын айтатын боламыз. Асқабақ дәні емдік мақсатта кеңінен қолданылады. Ғасырлар бойы оны ішек құрттарына қарсы дәрі-дәрмек орнына пайдаланған. Ішек құртымен күресе алады. Асқабақ дәнінің 300 грамын ұнтақтап, үстінен бал қосып, әбден араластырады. Мұны 1 сағат бойы аз-аздан қана аш қарынға жеу керек, ал 4-5 сағаттан кейін майсана майын ішіңіз. Асқабақ дәнінің ішек құрттарына қарсы қасиетін ғылымда мойындайды. Мұның сыры оның құрамындағы кукурбитин аталатын затпен байланыстырылады. Асқабақ дәнінің құрамында мырыш көп, ал бұл элемент жетіспеген жағдайда ағзаның тартар зардабы аз емес. Шаш түседі, бетке безеу қаптайды. Сондай-ақ мырыш тапшылығы ойлау қабілетіне, көзге, ас қорыту мүшелерінің жұмысына кері әсерін тигізеді. Сондықтан мамандар ағзада мырыш тапшылығының алдын алу мақсатында асқабақ дәнін жиі пайдалануға кеңес береді. Асқабақ дәні 28% белоктан тұрады. Бұл оның құнарлылығын арттырады. Асқабақ дәнінен даярланған тиквеол дәрісі медицинада бауыр ауруларын емдеуге, сондай-ақ биологиялық белсенді қоспа ретінде де қолданылады. Ал асқабақ дәнінен әзірленген май туберкулез, ішек дерттеріне қарсы пайдаланылады. Ескерту: асқазан ішек жолдары қатты бұзылған, ішек жолдары зақымданған, асқазан шырынының қышқылдығы жоғары адамдарға асқабақ дәнімен әуестенбеуге кеңес беріледі. Сөйтсе де, асқабақты емдік мақсатта пайдалану үшін міндетті түрде дәрігермен кеңесу керектігін ескертеміз. Мысалы, асқазан жарасы бар, тағы басқа созылмалы дерттерге шалдыққан жандар асқабақты өте аз мөлшерде ғана пайдалана алады. Достар, адам ағзасына асқабақтың дәнегінен бөлек асқабақтың өзінің пайдасы қандай екенін білесіз бе? Асқабақ көкөніс пе әлде жидек пе? Өте қызық. Асқабақ көкөніс қатарына жатпайды, өйткені қауын, қарбыз және асқабақ жидек саналады екен, ал жидектің тағамдық құнары мол екені баршаға белгілі. Сонымен асқабақ туралы не білеміз? Таңдағанда салмағы 3-5 келіге жететін асқабақты алған жөн. Мұндай салмақ асқабақ үшін қалыпты саналады. Сонымен қатар қабығы жұқа, ал ұлпасы қалың болады. Оның үстіне ұлпаның пайдасы өте зор, әрі дәні де құнарлы болып келеді. Асқабақты жиі пайдалану ішек құрттарын құтылуға көмектеседі. Ер адамдардың денсаулығы үшін дәні де өте пайдалы. Простатит секілді ауруларды емдеу үшін де қолданылады. Дәрумендер мен микроэлементтер. Асқабақ дәнінің тағы қандай пайдасы бар? Асқабақ ұлпасында пайдалы дәрумендер мен микроэлементтердің көп мөлшері кездеседі. Әлем диетологтары артық салмақпен күресетін адамдарға асқабақ жеуді ұсынады. Арықтау үшін бұл жидек таптырмайтын құрал, өйткені асқабақта зат алмасуды жылдамдататын әрі ас қорытуды жақсартатын Т дәрумені бар. Сондықтан асқабақты ет тағамдарына арналған ең үздік гарнир деуге толық негіз бар. Асқабақ шырыны. Асқабақтан дайындалған шырынның пайдасы өте зор, әсіресе қан аздыққа қарсы керемет ем, өйткені шырын құрамында темірдің мөлшері өте көп болып келеді. Сондай-ақ асқабақ ұлпасында кальций мен калий өте көп. Каротин көлемінде асқабақта сәбізге қарағанда жоғары. Сол себепті көзі нашар көретін адамдарға асқабақ шырынын ұсынуға болады. Асқабақ шырыны бүйрек, бауыр және қуық қалбыршағы үшін ем болып табылады. Бұл үшін асқабақты шикілей жеген дұрыс. Егер ол дәмсіз көрінсе, қайнатып алыңыз. Айта кету керек, асқабақ ұлпасында калий тұзы бар. Іш өтіп ауырғанда да асқабақ шырынын ішуге кеңес береміз. Балалар үшін
Емшектегі сәбилер үшін асқабақтан дәмді пюре дайындауға болады, ал қызыл түстегі заттар балалардың аллергиясын қоздырады деп ойлаудың қажеті жоқ. Бұл дұрыс емес. Бұл жидек ешқашан аллергия шақырған емес. Сондықтан емшектегі сәбилер үшін асқабақ пайдалы әрі дәмді тағам болып келеді. Асқабақ құрамына жасұнық, А-про дәрумені және пектинді заттар енеді. Асқабақтан пюре жасап қана қоймай, шырынын берсеңіз де болады. Асқабақ шырыны сәбіз немесе алма шырынымен керемет үйлесім табады. Балғын асқабақтан дайындалған ботқа емдік қасиеттерге бай болып келеді. Сондықтан тері ауруларына емдеуге көп пайдаланады. Жатар алдында балмен араласқан бір стакан асқабақ шырынын ішсеңіз, ұйқыңыз тыныш болады. Артық салмақтан арылтатын қасиеті бар асқабақты қыста жиі пайдаланған жөн. Сан түрлі дертке шипа болатын асқабақтың елімізде 13 түрі өседі. Дәрігерлер күнделікті ас мәзіріне асқабақтан жасалған тағамдарды міндетті түрде енгізу қажеттігін айтады. Әсіресе қыс айларында жиі тұтынған жөн, себебі ол ағзаға күш-қуат береді деп хабарлайды. Асқабақтың құрамында В тобының дәрумендері мол болып келеді. Ағзаны тазартып, зат алмасуды тұрақтандырады. Несеп жолдары ауруларының алдын алуға да септігін тигізеді. Егер байқаусызда ыстық суға күйіп қалсаңыз, денеңізге бірден асқабақтың ұлпасын тартыңыз. Артық салмақтан арылып, сымбатыңызға көңіліңіз толмаса, асқабақ диетасын ұстауға болады. Ал оның дәнегі жүйке жүйесін тыныштандырады. Дәнектің құрамындағы мырыш есте сақтау қабілетін жақсартып, мидың қызметін реттейді. Достар, видео ұнаған болса, лайк басып, арнаға жазыла кетіңіз. Денсаулықтарыңыз жақсы болсын, ешқашан ауырмаңыздар.